Қайырлы таң. Сүйкімді жан, қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Кофемді ұстап алып, мал базарға шықтым. Мал базарда дейді да, екі ақымақ бар дейді. Біреу сатушы, біреу алушы. Кто кого наиб деген дейді. Ал енді базардан көрейік. Шулатайық базарда. Тұр ұйқыдан жата бермей. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, жұма мүбәрәк болсын. Сен ұйықтап атқанда, мына жақта сауда болып жатыр. Мынау бар ғой, маған. Мына Беловодтың базары мықты базар еді ғой бұрын. Қазір өліп қапты ғой мына базар ше. Георгиевке кетіп баратым енді. Прикинь, Георгиевкадағы мал базарға баратым. Дурная голова ногам покоя не дает деген осы бар. Это мой рай ғой, мына жер бар ғой. Міне, базар деген осындай болу керек. Салам алейкум. Қара, сейчас суета болады. Міне, базар деген осындай болады. Тауыққа дейін сатып тұрған нәрде, прикинь. Ананың бәрі мал. Иу. Яша. Суету навику. Қалайсыздар, ұйықтап атсың ба әлі? Жата бер жат. Ұйқыдан берсін. Молодец. Қалайсыз, амансыздар ма? Привет, мы дома. В общем, демалыстан кейін тағы бір демалыс керек деп айтып жатады ғой. Біз ұйқымызды қандырып, үйді реттеп, енді болып жатырмыз. Кстати, в общем, мама знает деген памперс бар ғой. Мен сол памперсті бұрын қолданбағам. Постоянно Экосан, там, Хаггис қолдандым, Экосан қолдандым, Моментс дегендерді қолдандым. И ешқандай аллергия ештеңе бермеген. Что мама знает қолданып еді. Қолданып жүргеніме примерно бір 2 апта болып бастап жатыр. Көтенің ортасы бөртіп, қызарып, что-то жаман болып кетті. Неден сол памперстан ба, или өзі іші өтіп жүр ғой, содан ба деп ойлап қоям. Или мама знает реально. Денег. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын. Қазір біз жолға шықтық, бізге ақ жол, Қызылордаға қарай жолға шығып бара жатырмыз. Бұйырса кешке қарай Қызылордаға жетеміз. Алматыдан қазір Шу қаласына келіп жеттік. Негізі осындай кафешкалардың тамақтары дәмді болады. Сол үшін осындай келіп тоқтадық. Қасымда Нұртау деген жігіт бар. Бұл жігіт музыкант. Осы ол жақын тамақтанып болғаннан кейін әрмен қарай Қызылордаға кететін боламыз. Қайырлы таң или қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгінгі күніміз таза ұжытумен басталып жатыр. Яғни баламызға кішкене таза азан саат 8-ден саат 10-ға дейін 1-2 саат дегендей. Сол бүгін өзім шықтым. Әсіл тамақ ішіп жатыр үйде. Үй жақ жинастыру деген сияқты, сол арасына көмектесіп қойын деп. Сол баламыз ұйықтап жатыр. Көкінға жатысып қойып. Жан жақтан елдерге өтіп қарап қойылды. Мына қандай папа деген шығар. Сондай ағайын. Кеш жарық ағайын бауырлар, шүкір Аллаға деп залға келдік. Что-то залға келмей кеттім ба. Әйтеуір. Молодец. Бәрі әйтеуір еңбек етіп жатыр. Әркім өз тіршілігін жасап жатыр, короче. Ең басты күш қуат берсін Аллаға.